Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Маңғыстау облысында жеңіс күніне орай соғыс ардагерлеріне 1,5 миллион теңгеден беріледі. Бұл туралы Лада Казы облыстық әкімдіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Бүгінде өңірде ұлы отан соғысының көзі тірі 3 ардагері ғана қалған. YouTube'те қазақстандық қолдаушыларға осы дүйсенбіден бастап зейнеткерлер, аз қамтылғандар және азаматтардың басқа да санаттары 300 мың теңге мөлшерінде арнайы жәрдемақы, ал олардың кейбіреулері 200 мыңнан үстемақы алатыны туралы жарнамалық видео тарады. Бұл шындыққа жанаспайды, деп хабарлайды Массагет газет тілшісі StopFake KZге сілтеме жасап. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.